либералды стилдегі ұстануда қандай қиындықтар пайда болады? Үлкейген кезде бала тек қана өзінікі дұрыс деп өседі, өзгелерді тыңдамайды, үлкендерді құрметтеуден бас тартуы мүмкін. Сондықтан тек қана өзінікін дұрыс, өзінің идеясы ғана дұрыс екенін айтып отырады. Яғни барлық нәрсе рұқсат дегендіктен ода адамдармен тек қана өзінікін дұрыс дей берсе, адамдармен қарым-қатынаста қиындайды ғой. Сондықтан сондай тек қана өзімдікі дұрыс, менің ғана ақиқатым бар, басқа адамдардың ақиқаты жоқ деген сондай түсінікпен өсіп отырады. Соның салдарынан мектепте ол қарым-қатынас құруда конфликтлері көп түсуі мүмкін, достары аз болуы мүмкін. Сондықтан бұл стилде өте қауіпті.